НАСАның Джеймс Уэбб ғарыштық телескобының ең көрнекті және әдемі бөлігі. Алдында кішірек қосалқы айнасы бар. Негізгі алтын айна. Уэбб телескобы шағылдырғыш телескоп рефлектор. Техникалық тұрғыдан ол анастигмат телескоп. Бұл оның ойыс негізгі айнасы, жиналған жарықты дөңес қосалқайнаға шағылдырады деген сөз. Қосалқайна жарықты ойыс, тікбұрышты үшінші айнаға, ақыры жазық, жұқа басқарушы айнаға шағылдырады. Соңғысы негізгі айнаның ортасындағы тесік арқылы жарықты негізгі айна артындағы ғылыми аспаптарға бағыттайды. Телескоптың мұндай түрі кең көзқарас аясын қамтамасыз етіп, оптикалық бұрмалауды азайтады. Негізгі және қосалқайналар Хаббл ғарыштық телескобына ұқсас Кассигрейн телескобы дейтін нәрсені құрайды. Электр жетегі бар, дәл осы үшінші айна Уэббті анастигмат телескопқа айналдырады. Уэбб бұрын соңды ғарышқа шығарылған ең үлкен айнаға ие. Диаметрі 6,5 метрлік айна. Ғаламдағы ең алшы жарық көздерінен жеткен, ең әлсіз жарықты көре алады. Айнаның үлкендігі миссияның басты қиындығының бірі болды. Негізгі айна оны ғарышқа көтерген зымыраннан үлкен. Сөйтіп, Уэбб айнасын сегменттер бойынша бүктеп салып, ғарышта қайта ашып жаюға тура келді. Уэбб айналары бериллий атты сирек металдан жасалған. Өйткені бұл химиялық элемент өте берік, жеңіл және қатты суығанда пішінін өзгертуін тоқтатады. Айнаның сапары Юта штатындағы бериллий кеніштерінен басталды. Микрон таққа айналған бериллий жоғары қысыммен қатты дискіге қорытылды да өңделіп жылтыратылды. Ақыры инфрақызыл жарықты барынша жақсы шағылдыру үшін айна сегменттеріне қалыңдығы 100 атомға да жетпейтін жұқа таза алтын жалатылды. Айнаны өңдеу мен жылтырату бөлме температурасында жасалды, өйткені бериллий қызуға байланысты пішінін өзгертеді және өте суық температурада ғана тұрақты. Айна бөлме температурасында дәл дұрыс емес рецепт бойынша жасалған, сондықтан жұмыс температурасында дұрыс пішінге ие болады. Бұл Цельсий бойынша -233 градус. Яғни Плутон бетіндегіден су. Роботтық жүйе әр айнаны Уэббтің композит артқы панеліне идеал орнатты. Әр сегменттің артында оны барлық бағытта дәл жылжытатын, сондай-ақ сегмент пішінінде аздап өзгерте алатын жетек жүйесі бар. Осылайша барлық 18 сегментті дәлдеп, бір тұтас, мінсіз, тегіс айна құруға болады. Уэбб жайылған соң аспаптар жұмыс температурасына дейін суығанша бірнеше ай кетті. Бұл мезгілде жердегі инженерлер таяу инфрақызыл камерамен толқын шебін анықтау мен бақылау процесі көмегімен Уэбб айналарын дәлдеді. Айналар қажет болса миссия барысында қайта дәлденеді. Уэбб іске қосылып, ғылыми топ осы ерекше айналарды теңшеген соң ғылым тарихындағы жаңа дәуір басталады.